Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен жақшаның қойылатын жерлері туралы сабағымызды бастаймыз. Жақша көп жерде қолданылмайды. Бірақ сирек болса да, оның кездесетін қолданылатын өзінің орны бар. Міне соған мән берейік. Бірінші, егер сөйлемде бір сөзге бір қосымша түсінік бергісі келіп тұрса, бір сөздің мағынасын тағы одан ары айқындай түскісі келетін жағдайда алынған қыстырма сөз жақшаға алынады. Мысал үшін, ол кезде Жарқын, мына Жарқынның кім екенін айтып отыр, әкемнің кіші інісі. Жарқынның кім екенін білдіру үшін осы міне қыстырма сөз, мына сөз жақшаға алынып отыр. Әпкесі емес, ағасы емес, дос емес, дәл әкесінің кіші інісі екенін айқындау үшін осы сөзді арнайы жақшаға алады екен. Екінші жағдайда дәйек сөз цитаттың белгілі бір өлең, белгілі бір шығарма, туынды, мақала, пьеса, кез келген шығармадан үзінді алған кезде соның авторының кім екенін білдіру үшін сол автордың аты жөні тырнақшаға алынады. Мысал үшін, қазақ ақындарының ішінен ең әуелі Абайды сүйемін, онан соң Мағжанды сүйемін, оның поэзиясының европалығын жалт-жұлт еткен жалынын сүйемін. Бұл кімнің сөзі? Бұл Мұхтар Әуезовтің сөзі. Немесе, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Астына Абай деп қоямыз. Ал үшінші жағдайда, кейбір драмалық шығармаларда автордың ремаркасы деген болады. Бұл автордың түсініктемесі. Әрине, драмалық шығарманың мына прозалық шығармалардан сәл өзгешелігі бар. Ол жерде автор өзінің кейіпкерінің мінездерін беру үшін олардың қимылы, іс-әрекеттер арқылы береді. Ол мынандай еді, ол анандай еді деп еш уақытта ол өзі түсініктеме бере алмайды. Міне дәл соның автордың іс-қимылын, әрекетін, мінезін, образын сомдау үшін оның іс-әрекет қимылдарын кей жағдайда жақшаның ішіне алып түсініктеме ремарк арқылы беріп отырады. Мысал үшін, Ақан сері Ақтоқтыдағы Ғабит Мүсіреповтің шабыттана әрі налый қарап, өмір теңіз таба алмадым өткелін. Міне бұл жерде шабыттана налый қарап деген сөз Ақанның қиналған, түңілген, торыққан тұсын, әрі өлеңдеткен тұсын көрсету үшін, міне Ғабит Мүсірепов мына сөзді жақшаға алып суреттеген екен. Демек, жақша бірінші жағдайда қыстырма сөздер кейбір алынады екен, түсініктеме беріліп отыратын. Екінші жағдайда цитатаның авторының кім екендігін берілу үшін алынады екен, және драмалық шығармадағы автордың түсініктемелері жақшаға алынады екен.